Балқаш қаласынан кенді аймақ, мысты аймақ, керемет табиғатқа ие Балқаш қаласынан тікелей эфирдеміз. Назарбаев зияткерлік мектебінің іс тәжірибесін таратуға бағытталған керемет форум өтіп жатыр, республикалық форум. Бұл форумға біздің республикамыздың әр түкпірінен, сонымен бірге облыстың жан-жағынан көптеген ұстаздар, оқушылар және ата-аналар қатысуда. Құрметті көрермендер, бүгінгі шеберлік сынып беретін 70 мұғалімнің бірі Шет ауданынан келген Айгерім Көкембаева, қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, білікті жас мамандардың бірі. Айгерім, дайындық қалай? Өте жақсы дайындығымыз, ата-аналар барынша жақсы әсерде қалады деп ойлаймыз. Ең басты мақсатымыз эссе жазуды үйретеміз. Бүгінгі таңдағы келелі мәселе, себебі ата-аналар болсын, оқушылар болсын, әлі де шығарманы эссеге ажырата алмайды. Сондықтан да тезисті дұрыс анықтап, оларды үйретеді деп ойлаймын. Өте жақсы өтеді деген ойдамын. Себебі құрметті көрермендер, мен Айгерімнің бұрында сабақтарының осы эссе жазу үйірмесі бар екенін біліп көргенмін. Біздің ата-аналарымыз бүгін өте жақсы риза болып кетеді. Сабағымызды бастамас бұрын өзімізді таныстырып өтсек, Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп гимназияның қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі, жоғары санатты ұстаз, педагог сарапшы, эссе жазып үйренейік бағдарламасының авторы Көкембаева Айгерім Дәулетиярқызы. Және әріптесім Сыпанова Бану Аманқызы, педагог мастер, жоғары санатты ұстаз, эссе жазып үйренейік вариативті курсының авторы. Осы шеберлік сынып сабағына жақсы қатысамын десеңіздер, бір рет шапалақтаңыздаршы. Ал егер де өз ойымды ашық білдіріп, сабаққа шынайы қатысып, марапатқа ие боламын десеңіздер, 2 рет шапалақтаңыздар. Сонымен қатар, рухани ләззат алып қайтамын десеңіздер, 3 рет шапалақтаңыздар. Рахмет. Енді экранға назар аударсаңыздар. Мысалы, қыран бүркіт өзінің баласын тәрбиелеген кезде, балапан тәрбиелеген кезде, ол балапан басқан кезде оны бір иір бұтақтардың үстінде жатқызады екен да. Оны бір әлпештемейді, басында бір кішігірім мақта сияқты нәрсе болады екен, кейін оны алып тастайды екен, сол бұтақтың арасында болады. Ол бір сонда балапан болса да бір дұрыстап жатып ұйықтай алмайды, отырып ұйықтайды деген сияқты бір қинайды. Сосын бір белгілі бір жасқа жеткен кезде, қанаты қатайдау деген кезде, оны құздан итеріп жіберіп ұшуға тәрбиелейді. Мысалы, былай қарасаң, не деген бір аяусыздық деп ойлайсың да? Ешқандай аяушылық сезім жоқ па? Ана құс болса да баласын аямай ма деп ойлайсың да? Бірақ содан қыран өсіп шығады да? Қыран өсіп шығады. Ал жып-жылы жұмыртқа болып, сол өзінің ата-анасының бауырында басылып жатқан балапаннан тауық шығады да? Сонда қарап отырсаңыз, адамға көп жағдай жасалған сайын, адам әлжуаз, адам әлсіз, және бір өзінен басқаны ойламайтын адам болып шығады. Көріп тұрсыздар міне бейнебаянда жалпы қыран менен тауықтың балапаны туралы айтылды, иә? Осы жерде қаншама біз енді мына білім саласының өзі тікенекке толы ғой, жылдар жаңашылдық. Сондықтан да осы балаларды тікенекке қорықпай тәрбиелеу үшін мына ата-ана мен ұстаздың қажырлы еңбегі қажет екен сіздер мен біздердің. Ендеше біз еңбек етуден жалықпай балаларымызды қыран болып бір құтып қалыптастырайық. Әріптесім жалғастырайық. Құрметті әріптестер, сіздерді белсенді болуға шақырамын. Аспанды бұлт торлады, самал жел соқты, дауыл соқты, жаңбыр сіркіреді, нөсер жауып найзағай ұрды, кемпір қосақ шықты, қайтадан күн күлімдеді. Сіздерге сұрағым, сонымен кімде қандай ой қалыптасты? Жақсы, рахмет, бәрекелді. Яғни өмірде барлығы алуан кезек. Ақ пен қараның тартысынан әркім өзіне бір жақсы дүниені алса екен дейміз, е? Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп Теке Қошқардан сұрап жатыр, е? Ендеше қазір әріптесім қима қағаздар таратады. Сол қима қағазға әркім өзінің бір ауыз пікірін, яғни бақыт деген не, бірақ сөз жазады. Сен бастайықшы.
бар байлығым балам. Жақсы, үлкен рахмет сіздерге. Енді сіздер байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма? Қима қағаздарыңыздың жоғарғы жағында кімге қызыл түс, кімге жасыл түс, кімге көк түс түсті. Соған қатысты мына бір орынға жайғассаңыздар. Жасыл топ мында, қызылдар ар жақта, көктер мына жерге жайғасты. Әріптестер, бір-бірлеріміздің пікірімізді тыңдадық, солай ғой. Ал енді Қошқардың пікірін тыңдап көрейік. Бақыт дейсің бе? Білмеймін теке. Мүмкін жасыл шөп, жылы қора. Сосын қожайындарың жақсы болса, сол бақыт шығар. Біздің кемшілігіміз қоса. Шөп көп, қарын тоқ, қорамыз жайлы, құйрығымыз майлы болса болды. Одан басқаны ойламаймыз. Бізге романтика жетіспейді. Үйрене креативті курстың тақырыбы әрине бақыт деген не деген тақырып. Бұл аттарыңызға қарай шығатын ортақ түйін бақыт құсы, бақ және бағала. Одан шығатын ортақ түйін бәріміз бірге оқимыз. Бақыт құсын бағым деп бағалай. Бұл біздің бүгінгі күннің девизі болсын, өмірге алған бір бағытымыз болсын. Жақсы, қалай ойлайсыздар? Бақыт деген сөздің өзінің төркіні қандай сөзден шығады? Сөздің төркіні этимологиясы? Әрине, ендеше әріптестер, бірінші тапсырма, дескрипторға назар аударып отырыңыздар. Суреттерді байланыстырып бір ой түю керексіздер. Мына үш суреттен әр топ өз пікірін айтса, кім не көреді? Соны бүгінгі тақырыппен байланыстыруларыңыз керек. Уақыт кетті, бір сонымен уақыт аяқталды. Құрметті әріптестер, арайлап атқан таңның өзі ең үлкен бақыт сол, аман есен тұрғанымыз мені сау қылып, отбасы аман болса, одан көп бақыт. Ойларыңызға рахмет. Ендеше өзіміз барлық топ осы мүшелеріңіз, әріптестер бір-бірлеріңізді бағалап қойсақ. Ол үшін не істейміз? Барлығымыз керемет деген сөз жылдам айтып, үш рет шапалақтаймыз. Яғни, Банама қызы, керемет! 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 Ал Банама қызы қалай ойлайды екен? Қалай байланыстырады екен? Енді мен өз ойымды бөлтірік шешенің сөзімен түйіндесем, жалпы байлық деген ол қолдағы мұз сияқты. Ериді да кетеді. Ал енді бақыт деген ол басқа қонған құс. Ұшады да кетеді. Ал бала артта қалған із. Ендеше баламыздың бақытын бағалайды. Сені ренжітіп алдым ба десем, мені кешір дедің бе? Сіз қалды ма көңілде? Жылу өздеген жүрек тоңады неге? Біреулер өмірде өткінші дей ме? Талпынып жету масқа бекер ме? Егер шынымен өмір өткінші болса, адамға жақсы көру мен жек көрудің керегі не? Мен армандаймын гүлденген, әлемді гүлденген адамдар жек көруді білмесе екен, көз алдыма жақсы көрінген сол бір. Бақыт ол басқа қонады. Қандай басқа қонады? Миы гүлденген басқа қонады. Жемісі ағаштың өзі бақта өспей ме? Тамаша, күнді жауап еткен. Бұрын соңғы ойламаған екен. Рахмет. Ал бақты оянған ер қандай болмақ? Асан Қайғының сөзімен түйіндейтін болсаң, бақты оянған ерлердің әрбірісі 10 болар. Қаршығасы қазылып, тазылары түлкі алып, сөз сөйлесе 10 болып, ел аузына қарасар дер едім. Бәрекелді, үлкен рахмет. Ал өзіңіз жалпы бағыңызды қалай бағалайсыз? Және бақытсыздық деген не? Ал мұныңызға Мұқағали Мақатаевтың сөзін өлең жолдарымен жауап берсен деймін. Бақыттысын бақыт іздеп сорласам, бақытты боп сорлап жүрсен масқара. Ендеше басымыздағы бағымызды бағалайық, ата-аналар. Бағымызды бағалайық. Сіздермен бірге тікелей эфирде болған Ақылбай мектебінің мұғалімдері. Қазіргі таңда Евразия ұлттық университетінің бірінші курс студенті Асанәлі Әшімов мәселе бағдарламасына барып қайтқан болатынды. Эссе бойынша, яғни біздің курстың жемісі деп қабылдаңыздар. Ассалаумағалейкум көзқарақты көрермен, ныспым Нартай, әкем Атаралбай, бүгінгі мәселе мынадай. Алтын белгінің тағдыры енді ұлттық бірыңғай тестіде емес, емтиханда. Қалауымша емтихандағы эссе шетелдік IELTS бетті.
Біз Асанәліге Бөжей мен Сағынайдың асын салыстыру деген тақырыпта эссе жазғыздық. Тура 3 сағат. Кіріспесін бірінші астың не екені туралы жай мәлімет бердім. Одан кейін Бөжей мен Сағынайдың асы туралы мәлімет бердім. Өз ойымды айттым. Екеуін салыстырып, өз нақты ойымды жаздым. Біздің баға беруге құқығымыз жоқ. Оқыдық, дәптерді алып, мұғалімге бардық. Бағасын айтты. Тезісі өте жақсы болды. Міндетті 5-те 5 қой. Бүкіл критерияға сай. Критерияға сай. Рахмет ата-аналар. Критерияға сай эссе жазу бұл оңай дүние емес. Дегенмен де соған қарай бүгін сіздерді бағыттаймыз. Ендеше сіздерге беретін тапсырма. Әркім бақытты әртүрлі түсінеді. Бақыт деген не? Деген тақырыпта эссе жазу керексіздер. Әрине, уақыттығыз барлық бөлімді қамту мүмкін емес. Ата-аналар қорықпаңыздар, көмектесеміз. Тек қана кіріспе бөлімді жазасыздар. Сіздердің алдарыңызға қазір эссе жазудың мына әріптесім құрылымын таратып жатыр. Сол жерден қарауларыңызға болады, немесе мына тұсқа қарауларыңызға болады. Бірінші сөйлем. Мысал қараңыздар, тақырып эссе әркім бақытты әртүрлі түсінеді. Бақыт деген не? Бірінші сөйлем міндетті түрде эссе тақырыбын түсінгендігі туралы сөйлем болу керек. Яғни сіздер мына тақырыпты түсіну керексіздер. Ал кіріспе бөлімге таған өтуші сөйлем негізгі бөлімге ол міндетті емес, қалауларыңыз бойынша. Енді осы жердегі дүние неге назар аудару керек? Тезиске назар аудару керек. Болса, негізгі бөлімнің бірінші сөйлемінде сіздер тезисқа қайтып келесіздер. Қараңыздар алдарыңыздағы парақшадан. Негізгі бөлімнің екінші бағанда қайтадан тезиске қайтып келесіздер, басқа синониммен. Үшінші сөйлемде қайтадан бөлімде қайтып келесіздер. Сосын кейін қайтадан қорытындылайсыздар. Сондықтан тезистен шатаспаңыздар. Жақсы ма? Тақырып әркім бақытты әртүрлі түсінеді. Бақыт деген не? Уақыт кетті. Әрқайсысын жазамыз жоқ? Топ жазасыздар, біреу ғана. Мынандай парақша берілген сіздерге. Әркім бақытты әртүрлі түсінеді. Бақыт деген не? Деген тақырып. 11-ші сыныпта өткен болатынды. Сол сабақтан кейін, осы ақпараттар берілгеннен кейін, оқушының жазған эссесін сіздерге ұсынғымыз келеді. Тыңдасаңыздар. Бақытты әртүрлі түсінеді. Сонда бақыт деген не? Қазағым бата бергенде бағың жансын, бармақтай бақ берсін, бақ орнасын деп жатады. Ендеше бағы жанған адам бақыт демей немене? Менің ойымша бақ пен бақыт егіз ұғымдар. Алайда басының бағы жанып, бәрі бола тұра бақыт іздейтіндердің, ал жарым жандар болып, бақытты болып жүретіндердің барын да жасыра алмаймыз. Осы орайда ойыма Мұқағали Мақатаевтың «Бақыттысың, бақыт іздеп сорласаң, бақытты болып сорлап жүрсең, масқара» деген өлең жолдары оралады. Олай болса, бақытсыз адам бақытты екенін білмей жүрген адам деп есептеймін. Бақыт байлықпен өлшенбейді деп ойлаймын. Себебі бөлтірік шешен байлық қолға ұстаған мұз, ериді де кетеді. Бақыт басқа қонған құс, ұшады да кетеді. Бала деген артта қалған із демеді ме? Бай болуға ұмтылғанда тұрған әбестік жоқ. Алла тағала 12 мүшені мал тапсын деп берді емес пе? Біреуді байлықпен, біреуді баламен, ал біреулерді денсаулықпен сынайтынын білеміз. Тек осыны адамдар ұмытпай, барына шүкіршілік етіп, садақа жайлы да ұмытпаса екен деймін. Кей адамдар байлыққа мас болып, тәубасын ұмытып, ата-ананың қадірін де түсінбей жатады. Ал сол ата-ана баласының бақыты үшін бар өмірін сарп етті ғой. Енді балаға кезек келгенде неге қайтармасқа? Дүние кезек. Жасаған жақсылық та, жамандық та адамның алдынан келетіні қайда? Менің түйгенім, адам бақытты болу үшін тек жақсылық жасау керек. Ақтанберді жыраудың әркім өзі талпынар,
басына бітер бағы үшін деген сөзінен бақыттың бақытсыздықпен өлшенетінін ұқтым. Егер адам таңертең жұмыстан кейін отбасына асыға аттанатын болса, ең бақытты болғаны. Себебі жүрек қалауы солай, ал жүрек тазалық пен шынайылықты сүйеді. Адам отбасымен бақытты. Бақытты отбасының бәрі бірдей, ал бақытсыз отбасылардың әрқайсысы өзінше бақытсыз. Жібекті түте алмаған жүн ететіндей, бақытын бағаламайтындар шын бақытсыз. Барымызды бағым деп бағалайық. Мұқағали Мақатаевтың тілімен жауап берсем тағы да, бақыт деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады, бақыт деген барлық, байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан өзге болса керек, оның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Қарын тойып қар тойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да саған керек қой. Пікірлердің таласына мен солай жолықтым. Бақыт адам баласына оңай келмес, сондықтан. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес әрбір адам үлестіріп алғанда. Үміт үзбей дейтұғын сол бір жақытты, оны іздеген бақытты. Әріптестер, сіздер қазір сабақта алған әсерлеріңізді мына бір стикерлерге жазсаңыздар, Сабақтарымыз өте жақсы өтті. Тілдерін жатық. Тарихпен де, әдебиетпен де байланыстырдыңдар, өмірден де алдыңдар. Біздің сабағымыздан сіздердің сабақтарыңыз ерекше. Ағадыркенті Гагарин атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ілиясова Рафия, Ілиясқызы жоғарғы санатты ұстаз, еңбек өтілі 32 жыл. Қазіргі кезде еңбек демалысында болғанымен әлі де еңбек етуде. Бүгінгі Ақылбай мектебінің мұғалімдеріне шебер сабақтары өте маған ұнады. Біріншіден, жаңартылған жаңа мазмұнды жетік меңгерген ұстаз деген үлкен бір есіммен берілген сабақтың бір көрінісі болып табылды. Әрине, сабақ барысында мұғалімнің дауысы, әрбір балаға деген ынтасы, осының барлығында қатты болған. Әсіресе бақыт деген сабақ өте кең көлемді сабақ болды. Әрине, бақытқа жету. Бақыт деген не тақырыбындағы Жамбыл Ақылбаев атындағы мектеп-гимназия ұстаздарының өткізген сабағына кері байланысыңыз болса? Да, кері байланыс. Қазіргі уақытта біздің балаларымыз эссе жазудан өте қатты қиналады. Жалпы бұл курсты мен өзім қолдаймын. Өйткені жаңа сіздер эссе жазудың қалай бастау керек екенін, неден бастау керек екенін, соның бәрін тәптіштеп тұрып, ата-аналарға түсіндіріп айтып бердіңіз. Действительно, өте қонымды. Кейбір ата-ана балада кейде даже мұғалім де білмей жатады эссені неден бастау керек екен. Соның бәрін жақсы көрсетіп кеттіңіз жолдарын. Енді екіншіден айтсам, бұл ата-аналар отыр ғой, действительно, не только эссе, олар вариативтік сабақ не екенін де білмейді. Әрбір соның инвариант, вариативті олар бөліп жатпайды. Вариативтік сабақтың қалай өтетінін көрді біріншіден. Екіншіден, ата-аналардың өзінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап алды деп ойлаймын. Ол жалғыз эссе жазу ғана емес, жалпы бұл сабақтың түрін көрсеттіңіздер сіздер, вариативтік сабақтың қалай көрсететінін. Сабақ өте жоғары деңгейде өтті. Барлығымыз эссе деген не екенін түсіндік және де балаларымызға көмек көрсетеміз деп ойлаймыз.